Баршаңызға сәлем. Бүгін біз кәріс ұлтының ұлттық салаттарының бірі кимчиді дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Ең алдымен бізге пекин орам жапырағы керек. Үлкен болса 4-ке бөлеміз, ыңғайлы болу үшін, немесе кішірек болса 2-ге де бөлуге болады. Сыртқы жапырақтары зақымдалған болса, оларды алып тастаймыз, түбін алып тастаймыз. Және осы кесілген бөліктерді біз жақсылап тұрып оны жуымыз керек. Әрбір жапырағын ашып, шаң тозаңнан жуып аламыз. Өзек жерін кессеңіздер болады, өйткені ол жер қалың болады. Ал енді әрбір жапырағын ашып, ерінбей тұз сеуіп шығамыз. Өзек жерін кесіп, және ол жерге көптеу салуға да болады тұзды. 1 сағатқа осылай пресстің астына салып қоямыз. Мен бір банканы қойдым, 2-3 литрлік компотты. Ал енді салатымызға қажетті тұздығымызды дайындайтын боламыз. Шамамен 400 мл суға күрішінің ертіп саламыз. Жақсылап араластырып, түйіршіктерін езіп, орташа отқа қоямыз. Тұздығымыз қайнайған кезде қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұздығымызды дайындап, суытып қоямыз, осылай қоюланады. Ал енді сәбіз бен шомыр, яғни редьканы, негізінде дайкон немесе лоба деген түрі керек. Осыларды үккіштен өткізіп дайындаймыз. Жасыл пиязымызды 2-3 сантиметрлік етіп, ірі қылдырып турап аламыз. Мен түпі жағын қоспадым. Жаңағы тұздығымыз суыған кезде оған біз үккіштен өткізілген пияз бен зімбірді қосамыз. Зімбір мен пиязды блендердан немесе ет тартқыштан өткізсеңіз де болады. Мен өткіштен өткізіп алдым. Осындай пюре тәріздес болу қажет. Бір мәрте тағы да араластырып шығамыз. Барлығысы бір-бірімен жақсы араласқан болу қажет. Негізгі рецепт бойынша 400 грамм қызыл бұрыш керек. Бірақ ол біз үшін өте көп, сондықтан мен осындай бір пачкасын ғана қостым. Бұнда шамамен 150 грамм. Бірақ өз талғамыңызға қарай салсаңыз да болады. 300 грамм немесе 200 грамм. Тағы бір мәрте араластырып шығамыз. Енді алдында дайындалған шомыр, сәбіз және көк пиязымызға дайындалған тұздығымызды қосамыз. Тағы да бәрін бірге араластырып, тұздығымыз көкөністерге сіңгенше араластырып қоямыз. Біздің пекин орам жапырағымыз тұзда тұрды. Міне қараңыздар, қаншама суы шықты. Бұны 1 сағаттан кейін үстін астына ауыстырып, тағы 1 сағатқа қою қажет болады.
Орам жапырақ пресс астында тұрғанда барлық ылғалы шығады, жұмсарып, иілгіш болады. Тұзды суын төгіп болғаннан кейін, яғни 2 сағат өткеннен кейін тағы бір мәрте бұны біз осы орам жапырақты бір шайып аламыз. Әрбір жапырағын ашып, тұзды судан тазалаймыз. Ал енді біз өзіміздің тұздығымыз дайын. Бұған сіздер осындай қолғап киіңіздер. Өйткені қолды ашытуы мүмкін. Қызыл бұрыш өте көп. Және әрбір орам жапырақтың жапырағын ашып, дайындалған тұздығымызды жағып шығамыз. Әрбір жапырағын ерінбей ашып, осылай сәбізін де, шомырын да пиязмен бірге араластырып, осылай әрбір жапырағына жағып салып шығамыз. Бәрін жағып болғаннан кейін пресс астында 1,5-2 күн ұстау қажет болады. Содан кейін пластик контейнерге салып қойсаңыз болады. Шамамен 1,5 жыл, 2 жылға дейін сақтауға болады тоңазытқышта. Міне кимчиміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Ашылығын енді өздеріңіздің талғамыңызға қарай қосасыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны белгілеп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.